Сәлем достар, менің блогыма қош келдіңіздер. Мен кішкене ұйқылы ояу болып тұрмын, өйткені қазір ғана ояндым. Менің атым Камила Талғатқызы, және бүгін бізде менің Будапешттегі бір күндік влогым болады. Кеттік! Ең бірінші оянған кезде мен чай ішемін. Мен ең бірінші оянған кезде бетім жуам, өйткені бетім жуматай, нанжева триятай деп маған апам айтады. Европада влог түсіріп жатыр, осы сөзді айтып отқан дейма. Мен мынандай сатып алғанмын ғой, пысықсып. Мен онша енді тағамаймын осындай нәрселерді, көріп тұрған жарсыз, алынбайды енді. Енді жүрем осылай өмір бақ. Осымен күйеуге шығамын. Мен бетім жуайымды көрсетейін деген, бірақ енді мынаны көрсетіп мен қызық болатын шығар. Ойбай. Түрім былай істеп тұрайын, әдемі болсын. Ең бірінші бетімді жуамын. Болды деп. Қазір мен мынандай бет жуғышпен бетті жуамын. Cleanser деп атады ағылшынша, енді қазақшасы бет жуғыш болсын. Маған осы жер ұнайды, қазақтың бір нәрсені білмесең айта саласың. Бізде мысалы үйдегі орамал бар ғой, соны айтады. Сүртетін дейміз. Ана сүртетінді әкеп берші. Why am I so afraid just to say a hello? Hey. Or to pick up the phone just to say what is up? It's been a long time and I've been thinking, give you a call to shoot the shit and fill you in, we're reminiscing. Yeah. On the dumb things we did when we were only little children. Up in the hills smoking cigarillos waiting on a vision. Мен өзімнің денемді кішкене формаға келтіруге арқама және аяқтарыма көп жаттығулар жасаймын. Бүгін кішкене жаттығуларды көрсетемін. Көп адамдар айтады, менде уақыт жоқ тренировка жасауға және ақша жоқ, бірақ YouTube-тан бәрін тапса болады, тегін. Және мен YouTube-пен дайындалып жүргеніме 2 ай болды. 2 айдың ішінде мен 5 килограммға арықтадым және денем рельефті болып кетті. Сөйтіп айтса болады ма? Мен спортты бітірдім, енді өзімнің осындай сухой щеткаммен аяғымды осылай жасаймын. Әр аяғыма 5 минуттан. Ал достар, мен душқа түстім, тренировка жасадым, кішкене жұмыс істедім, стористар салдым. Стористар деген менің жұмысым. Кейбір адамдар білмейді, бірақ сторисқа өте көп уақыт кетеді. Менің 5 сағатым кететін жер стористардың бәрін жасауға. Ал енді не істейін деп ойлайсыздар? Мен шашымды қырықпақшымын. Үй шашылып жатыр, кішкене қарамай қойсаңыздар болады, өткен топшықты тренировка жасадық. Yeah. I'm not gonna do it. I was just thinking about it. Сонымен менің шашымның кескім келгенінің себебі шашым тым ұзын болып кеткен сияқты және тым қатты үйсады және соңғы жерлері өте тірі шашқа ұқсамайды шынымды айтсам. Және менің шашым өте көп түседі. Мен білмеймін, бұл барлығы қыздарда бар ма, менде ғана бар ма, болмайтын. Сонымен бастайық. Мен қорқам. Мен қорқып тұрмын. Жарайды, мен шаштаразға барып жасаймын, өзім жасамаймын. Өйткені бұл тым қиын. Және мен шашым бір жерінен ұзын болып қалса ертең, бірақ өзім жасағым келіп тұр. Бір шетінен, басқа жерінен мен блогермын ғой, сосын суретке қалай түсем деген ой келіп тұр. Мен бүгін не істейтінімді айтып берейін. Сіздер мен тренировка жасағанымды көрдіңіз, душқа түстім және кішкене жұмыс жасадым. Мен пост жаздым. Ал енді испан тілін оқимын өзім мұғаліммен. Одан кейін қалаға
камерамды жөндеуге апару керекпін, петличка сатып алу керекпін және жұмыстарымды бітіру керекпін. Ал кешке жақын досымен бірге кешкі ас тамағын жейміз. Достар, мен обед пісіруді ұмытып кетіппін ғой, қарным ашып кетті, қазір ғана есіме түсті. Мен осындай спринг ролл жасамақшымын, ол мұздатылған, жай ғана қурас, неге ұқсайды пельмениға, бірақ ішінде ет жоқ, тек қана әртүрлі шөптер. Жасау өте оңай. Ең бірінші оливке майын аламыз, оған осындай нелерді қоямыз, спринг роллстарды. Әдетте мен 5-7 жейтін шығармын, 6-ын. Ал енді осы спринг роллдар піскеннен кейін ақырындап осылай көтеріп қағазға қойып қою керек, өйткені ол майлы. Ой, құлады. Ой. Господи. Жарайды. Түсіндіңіздер, мен көрсетпей қойын. Ал енді мен испанский оқуға отырдым. Қазір Zoom арқылы менің испан мұғалімім звондайды. Одан кейін екеуміз 1 сағат бойы сабақ оқимыз. Pero a ti сдаешь экзамен? Да. По-русски говорят, ты сдал экзамен, по-испански говорят, saliste bien? То есть ты сдал экзамен? Ну да? Да. Salir bien del examen, это значит, сдал экзамен или нет. Хорошо. Можно так говорить, saliste bien? Да, salí bien, sí, salí bien. Окей, señores, следующий, caber, это смещаться. Үйден енді шықтық. Айжан есікті кілтеп жатыр. Мынау біздің этажымыз. Біз ең соңғы этажда тұрамыз. Қабатта, соңғы қабатта. Біздің үйімізде лифт жоқ. Сол үшін осылай асықпай түсеміз. Міне былай біздің этажымыз. Меніңше өте әдемі. Мынау біздің есік алдын. Көре тұрсаңыз, коронавирус маскаларын тек қана азиаттар киеді. Бізде киіп ағамыз. Басқа адамдарға мейлі. Будапештте ең қатынайтын осындай әдемі үйлер. Адам қырғын. Біз мына Lidl деген дүкенге бара жатырмыз. Бұл өте арзан. Немістердің дүкені ма, Жан? Немістердікіне ұқсайды качествосы. Айттым ғой, немістердікі. Тексерді қазір ғана. Әні біз маска киіп ағамыз. Біз деген коронавируспен ауырғымыз келмейді. Міне біз заттарды алдық. Қазір кассада тұрмыз. Плов жасаймыз деп шештік Айжан екеуміз. Және мен дыня алдым. Мынау Будапешттің несі? Аттракционы. Әр қызыл светофорда видеоға түсіретін болдым ғой. Өткен әр қызыл светофорда бір әдемі бір нәрсе. Надеяк деген орталық. Өте әдемі. Мына видеода мен визовый центрға келдім. Және өзімнің кезегімді күтіп отырмын. 1,5 сағаттай күттім. Қатты шаршап кеттім, шынымды айтсам. Ал достар, иммиграционный центрге барып келдім. Маған айтады, менің резидент карточкам, ВНЖ карточкам 2 айдан кейін дайын болады деп. Сонда мен 1 ай бойы Будапешттен шыға алмайтын боламын. Керемет жаңалық, Будапешттен дегенде Венгриядан керемет жаңалық, бақытты болып тұрмын. Ал енді қазір менің дос қызымның ертең туған күні, соған сыйлық алуға бара жатырмын торговый центрге. Мен масканы әрдайым киіп жүрмін, далада да іште де, бірақ менен басқа ешкім кимейді. Сол үшін солай. Будапештте ең сүйікті менің транспортым ол менің велосипедім. Өйткені адамдарды онша кездестірмейсің, өзіңмен өзің жүресің. Қай жаққа барғың келеді, оңай, пробка жоқ. Сондай. Торговый центрге келдім. Үлкен бұл солтықтан онша көрініп тұрған жоқ, арғы жағында. Why am I so afraid just to say hello? Or to pick up the phone just to say what is up?
thinking. Give you a call to shoot the shit and fill you in, we're reminiscing. Yeah. On the dumb things we did when we were only little children. Up in the hills smoking cigarillos, waiting on a vision of what our life would be like if we were dreaming and together we were wishing. Cause now I'm living in the city and you're back home, and all I'm Күнге сызып кетіп бара жатырмын. Міне келдім. Қараңыздар, қандай әдемі жерге келдім мен, достар. Бұл университеттің жаны, Корвинс деген университет міне тұр. Егер Корвинсқа түскісі келетін болса, өте әдемі жерде орналасқан. Достар, ал мына жерде одан да әдемі. Міне енді мен осындай кішкентай Эшетлек деген жерге келдім. Енді мына витті көріңіздерші, керемет. Сөйлемей қалдым ғой, мына витті қараймын деп. Қазірше су ғана заказ бердім, өйткені досымды күтіп жатырмын. Келгеннен кейін тағы заказ беремін, бірақ суы да тәтті болып тұрмаған. Сонымен әлі күтіп отырмын досымды. Адамдар кешіккен кезде ұнатпаймын, бірақ өзім кешігем, бірақ басқалар кешіксе онша ұнатпаймын. Міне осындай салат заказ бердім, және осында отырмын. Тамаққа тойып, осылай күшті болып жүріп бара жатырмын, қыдырып. Пеште бір күнде не істегенім жайлы видео көргеніңізге мыңда бір алғыс. Видеоның соңында подписка және лайк басыңыздар. Осындай видео көп көргіңіз келсе, қазақ тілінде көргіңіз келсе, онда коммент қалдырыңыздар. Келесіде Будапешттің өзін көрсетермін, ал бүгін менің тек өзімнің күнімді көрсеткен болатынмын. Қызықты болды деп өтінемін. Көріскенше.